Қыздар, барлықтарыңызға сәлем. Менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге осындай керек емес нәскилерден, колготкалардан осындай күшті кілемше тоқуды көрсетемін. Ол үшін бізге керек емес нәскилер, колготкалар, қолғаптар қажет болады. Ешқандай зат сатып алмаймыз. Өзіміз тоқимыз. Қыздар, егер де балаларыңыздың нәскилері жыртылып қалса, сыңар, мысалы, табылмай қалып жатсаңыздар, кішкентай болып қалса, кішкентай кезінде киген нәскилері болса, тастамаңыздар. Мен мына ішінде 1 жасында, 2 жасында киген нәскилері бар балалардың жинаймын, оларға екінші өмір сыйлаймыз. Яғни коврик тоқимыз. Қыздар, коврик тоқимыз. Мына колготки, мысалы, колготки тоже тастамаңыздар. Тесіліп қалса, бір жер дұрыс болмай қалатса, тастамаңыздар. Оларға екінші өмір сыйлауға болады. Яғни біз кесіп-кесіп мыналарды, нәскилерді кесіп-кесіп резинка жасаймыз да, сол резинкамен тоқимыз. Яғни қолдың көмегімен, саусақтың көмегімен тоқып шығамыз. Ешқандай қиындық жоқ, крючок керек емес, тек қана өздеріңіздің осындай керек емес заттарыңыз болса, материал болса, жасауға деген талпыныстарыңыз болса, күшті коврик тоқимыз. Қыздар, неке нәскилерді кесіп көрсетемін. Неке где-то осындай 1 сантиметрдей болса болды. Одан нәскилерді осылай 1 сантиметр, арасы 1 сантиметрден осындай кесіп шығамыз. Сонда неке осындай резинкалар бізде пайда болады. Колготкалардікі да жақсы кетеді. Нәски, үлкендердің нәскилері болсын, сондай қалдық нәскилеріңіз болса, кесіліп қалған осылай жасаймыз. Мен біраз істеп шықтым. Енді қараңыздар, не істейміз? Ол үшін біз мына резинканы аламыз да, екіге ораймыз. Және біз мына 2 саусақпен жұмыс істейміз. Ораймыз, осыған кигіземіз. Бірақ ең бірінші бастағанда кигізбес бұрын біз мынаны орап аламыз. Яғни 8 мынада шексіздік болу керек. Екіншісін салған кезінде, екінші жіп бізде ақшыл түс болсын. Оны 2-ге ораймыз да, жай кезе саламыз саусағымыз. Сосын мынау астын шығарамыз, бұлай іліп, үстін шығара саламыз. Көрдіңіздер ме? Енді келесін тағы да орап, жай сала саламыз. 2 саусағымызды қайтадан бұлай шығара саламыз. Келесі түс бізде ақшыл түс кетеді. Орап, неке салып, кете береміз. Ол осылай тоқи берсеңіз, ары қарай ұзарып, мынандай бізде үлкен өрімдер пайда болады. Неке ақ-қара кетіп жатыр. Мына менде колготкидікі жұмсақ. Сонда неке көрдіңіздер ме? Осындай бізде бұрын өрім пайда болады. Неке мен істедім. Өрім пайда болады. Бізде осындай, көрдіңіздер ме? Ұзын, где-то бір жарты сағаттың ішінде осыны істеп шығуға болады. Ары қарай сосын қазір көрсетем. Болды. Қыздар, неке мен істеп болдым. Соңы, мынау басы. Енді соңын жай біріктіріп тіге салдым. Енді қараңыздар, осыны біз бүйтіп айналдырамыз да, тігіп шығамыз. Білдіртпей. Араларын жай ғана осы әлі біліп отырып тігіп шығамыз. Білдіртпей, бұлай оратып отырып тігіп шығамыз. Неге соңып сақтамадыңыз? Жақында түсіп атым ба? Өте жақында ма? Жақында тұрмайды. Жоғар бет ойналдырып түсірейін ба? Бер жағында жатқанда, Сен тіккенше.
ютубқа полный несін саламыз, инстаграм қысқартып саламыз. Осылай барлығын білдіртпей қарап отырсаңыздар, осылай тігіп шығамыз. Мінекей қыздар, мен аяқтап келе жатырмын, кішкене қалды. Егер бүйтіп көтеріліп кетсе, оны кішкене бүйтіп басып қойсаңыздар болады. Негізінен ертең болғаннан кейін қойғанда ол өзі басылады. Көбісі айтып жатады, мынандай қалпақ сияқты болып былай болып қалады деп, бірақ оны басқан кезінде кетеді. Мінекей соңын уже мен аяқтап жатырмын. Кішкентай